Олар заңмен қорғалады, бірақ 8 наурыз күні көптеп сыйға тартылады. Олар қызыл кітапқа енген, бірақ базарларда еркін сатылады. Бұл Қазақстан рекордтары бағдарламасы. Бүгін қызғалдақтар туралы айтпақпыз. 17 ғасырда қызғалдақ аса пайдалы гүл болған. Оның бір пиязшығын алу үшін 2 арба бидай беру керек болған, немесе бордақыда тұрған 4 ірі қараны, немесе бірнеше бас қойды. Бүгінгі ақшамызбен есептегенде қызғалдақтың бір пиязшығы бірнеше ғасыр бұрын 800 мың теңгеге бағаланған. Бұл сомаға осы күні 80 гүл шоқтарын алуға болады. Көптеген мамандар қызғалдақтың отаны Қазақстан деген тұжырымға келген. Бұл топтағы гүлдердің былайша айтқанда арғы атасы Шіренкі қызғалдағы Қазақстанның солтүстік және орталық аймақтарында өседі. Тағы бір дәлел Жетісу қорғандарындағы қазба жұмыстары барысында анықталған гүлдің бейнелері. Олар біздің дәуірімізге дейінгі 7-6 ғасырларға тиесілі. Еліміздің аумағында қызғалдақтың 35 түрі өссе, соның 18-і қызыл кітапқа енгізілген және заңмен қорғалады. Оны бұзғандар үзілген гүлдің әр данасы үшін айлық есептік көрсеткіштің жартысын құрайтын айыппұл төлейді. Айтпақшы, қызғалдақ өсірілуі күрделі болып саналатын гүлдердің қатарында. Қызғалдақтың ғұмыры адам өмірінің ұзақтығына пара-пар. Қызғалдақтың алғаш гүлдеуін тұқымы егілгеннен кейін 12-15 жыл өткеннен кейін ғана көруге болады. Одан кейін ол 20-30 жыл қатарынан гүлдеп, әдемілігімен әр көктем сайын сүйсіндіреді. Қызғалдақтың жалпы ғұмыры 70-80 жылға жуықтайды. Бүгінде ғылымға қызғалдақтың 3000-ға жуық түрі белгілі. Олардың арасында еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен аталғаны да бар. Ол президент Назарбаев қызғалдағы. Гүлді шығару үшін селекционерлер 4 жыл еңбектенген. Айтуларынша өсімдік еліміздің күрделі климатына төзімді. Бұдан өзге голландық селекционерлер мемлекетіміздің бас қаласы Астанаға да қызғалдақтың бір түрін арнап шығарған. Бұл арада Шымкентті де атап өтуге тиіспіз, өйткені онда қызғалдақ пішіндес субұрқақ бар. Оның биіктігі 10 метр. Демек шыныдан жасалған ол субұрқақ әлемдегі ең үлкен қызғалдақ болып есептеледі. Ал енді таңғаларлық жайт. Қызғалдақты тағам ретінде тұтынуға болады. Оның жапырақтарынан кәнігі аспаздар небір тәтті дәмдер әзірлейді. Өсімдік ет және балық тағамдарына көрік береді. Оны дастарханға қуырылған түрінде де ұсынады. Бір сөзбен айтқанда, қызғалдақ тамаққа талғампаз жұрт үшін нағыз таптырмас дәм. Өсімдіктің арқасында екінші дүниежүзілік соғыс уақытында мыңдаған голландықтар аштықтан аман қалған. Олар гүлдің пиязшығын асып жеп, жан баққан. Әр пиязшықта шамамен 150 калорий болады. Міне, бұл айтқандарымыз қызғалдақтың мәлім де беймәлім қасиеттері. Қызғалдаққа деген көзқарас басқа елдерде қандай дегенге келер болсақ, алдымен Голландия мен Түркияны айтуға тиіспіз. Түркияда қызғалдақ селекциясымен ерте заманнан бастап айналысқан. 16 ғасырға таман онда гүлдің 300-ге жуық түрі өсірілген. Бүгінде ол елде жыл сайын қызғалдақ фестивалі өткізіледі. Әр көктемде Стамбулда миллиондаған гүл егіледі. Сондықтан түрік ағайындарда өсімдік шаруашылығы қарқынды дамуда. Ал Голландия туралы айтатын болсақ, қызғалдақ ол елде 17 ғасырда ғана пайда болған. Алайда гүлдің бұл түріне деген сүйіспеншілігінің және ерекше еңбекқорлығының арқасында голландықтар бүгінде әлемдік қызғалдақ нарығының 92%-ын иеленіп отыр. Жетістік деп осыны айту керек. Қазақстанның өзге де рекордтары жайында келесі хабарда айтамыз. Бізді интернеттен таба аласыздар. Елімізбен бірге мақтанайық.